атам екеуі отбасынан басталады. Жарайсың аяулым. Ал сенің отбасында кімдер тұрады? Атам, әжем, әкем, анам, інім, мен. Аяулым, отбасың туралы маған айтып бересің бе? Иә. Бұл менің отбасым. Атам айтады, отбасы бұл ағым мемлекет. Біздің отбасымызда үлкендерді құрметтеу, үлкендер сөйлегенде сөзін бөлмеді, көп үйретеді. Отбасымды қатты жақсы көремін. Біздің шаңырақта көп қонақтар келеді. Атам менен әжем сауып дәстереді, ұстағанды жақсы көреді. Анамның бауырсақтары сондай дәмді болады. Әжем маған кесте тігіп үйретеді. Атам мені үнемі кітап оқиды. Ата маған ертең оқып берші. Оқып берейін қызым. Бұрынғы өткен заманда бұл түлкі болыпты. Бұл түлкінің себебі жоқтығы өте қатты басты. Балаларым, сіздерге ертегі ұнады ма? Ұяды. Ертегідегідей бұл түлкі болмам. Жарайды. Біреудің ала жерін аттамам. Жарайды. Өтірік сөйлемең қызым. Иә. Адамдарға көмектесіп жүрің. Жарайды. Әкем бізді әр қазан еркелетеді. Менісін әлемде ең жақсы адамдар біздің шаңырақта. Өз отбасыммен мақтанамын. Аяулым, сенің отбасың маған өте ұнады. Әнеңмен бірге мына ойыншықты үйіне барып ойнай ғой. Жарайды, апай.